Серік ағам шықты дырышып қазір. Сізге бұрдым аға. Так, ровдодан шықтық. 2 штрафты арқалап. Енді мына жерді қалай айтуға болады? Бізге бәрібір айналдырып келгенде бұл штраф салады. Біз келсек те, келіспесек те. Өйткені бұл бастан өткен. Келіспей мен бір жылдары вообще штраф төлемей қойғанда почти миллионға жақындаған штрафтарды әрі төлеп құтылғанбыз. Ол документацияға келгенде төлеуге тура келеді. Өйткені ол кезде 24 жыл деймін, правам уақытыға қалды да, праваны ауыстыру үшін маған ана штрафтардың бәрін төлеу керек болды. Ал егер төлемесең, праваңды ауыстырмайды. Сондай қысым, короче, бәрі жан-жағына айналып келгенде. Сол сияқты ол бастан өткеннен кейін, жаңа мына неменеге келістік. Жарты бағасына төлейтінге, штрафтың жартысын төлеуге. Әгі мойындап 591-дің бірінші шасы, 593-дің екінші шасы. Телефонмен ремен дейді. Олайша айтқанда бұл 1 майдың біздің жасаған челлендждерімізді, прямой эфирлерімізді соларға қарсы жасап жатқан қысымдары. Бір сөзбен айтқанда аузың жауып көтіңді қысып жүр деген сөз бізге айтып жатқандар. Сол үшін осындай қысым жасайды. Штраф салады, қамайды, 15 суткаға, 10 суткаға. Ары кетіп бара жатсаң соттайды сондай. Сол тема ғой. Сондықтан бұл біздің басымыздан өтіп жатқанға мән бермейміз. Егер шамамыз келгенше біз осы жолдан тоқтамаймыз да, шешіп шықпаймыз да, ары қарата күресеміз. Пока мына системаны, режимді өзгертпей. Қазақ елін лайық қуатты зайырлы мемлекет болғанша жанымыз, әніміз сонда. Бір Алланың қалауымен. Қазіргі міне мысал айтқанда, бүгінгі мына болып жатқаны, мына Астанада болып жатқан Эльвира Бекзадинаның сотына, Ангел Жақинның сотына. Соларға шығып кетпесін, бар қоймасын деп, міне рободаға шақыртып тұрып, былай шыққанда штрафшыларын жөнделтіп отыр. Айналып келгенде. Қысым бұның бар, саяси. Солай түсініңдер. Сол айтайын дегенім. Барлық саяси тұтқындарға бостандық, барлық саяси белсенділерге тоже денсаулық берсін. Барлық қазақтың азаматтарына, жүректеріне иман беріп, күш-қуат берсін. Өз жерінде жүріп, өгейдің өмірін сүрмесін. Құлдық сана сезімінен құтылыңдар. Қайда жүрсеңдер де ақиқатты ашық айтуға, ашық айтып, шындықты жақтап, жамандыққа қарсы шығыңдар. Аман болыңдар. Алға Қазақстан. Рахмет аға. Мен де өзім қосарымды айта кетейін. Елде отырған осы Марат Жыланбаевқа аман келді.